Студенттік кезім өткен Алматыға қайта оралдым. Алматыдан Есенсай өзеніне жақын жерден пәтер алдық. Күйеуім осындағы тамыр таныстарының көмегімен фирмасының филиалын ашты. Өскемендегі офиста баскөз болып інім қалды. Алматыны жақсы білемін. Жайғасып алған соң қызымды аяғы ауыр болғаннан бері оны осылай атайтын болдым. Тіркеуге қойдым. Университетінен денсаулығына байланысты деп академиялық демалыс алдық. 1 жылға. Өзім колледжге жұмысқа тұрдым. Осылай жүріп жаттық. Ай сайын қызымды емханаға апарамын. Анализі бар, дәрігерге қабылдауы бар. Бәрін өзім қолға алып қадағалап жүрдім. Жазға таман қызымыз айы күні жетіп, шекесі торсықтай ұл босанды. Әкесі өз тегіне жаздырды. Роддомнан шығарып алдық. Үйге келген соң қызым емізбеймін, арнайы тамақ беріңіз деді. Емізбегені қалай, балаға ана сүті керек дедім. Ол үндемей терезеге қараған күйі жылап отырып, мен оны қарағым келмейді дейді. Мен жаспын, оқуымды жалғастырғым келеді. Өмір бойы әкеме алақан жайып, жалғыз басты ананың күйін кешкім келмейді. Амалым жоқтан, әкемнен қорыққаннан тудым дейді. Оған қосылып, мен де көз жасыма ерік бердім. Жаным, мен осы ана болу бақытына жете алмай, қаншама тауқыметті, қайғы-мұңды басымнан өткіздім емес пе? Алла берген бақытты неге итересің деп қызыма ренжідім. Тағдыр деген осы, пешенеңе не жазылса соны көресің. Одан қашып құтыла алмайсың деп оны ақылға шақырдым. Қызым болса, олай болса оны сіз бағып алыңыз. Арманыңыз орындалсын. Сіз менен гөрі жақсы ана боласыз. Мен оған қарай алмаймын, баға да алмаймын. Мен оны жек көремін деп айғайлап жіберді. Көрші бөлмеде отырған әкесі жүгіріп кірді. Не болды, неге айқайлайсың, баланы шошытасың деп қызына ұрсып берді. Мен мән жайды түсіндірдім. Қызым маған айтқанын әкесіне бетіне тура қарап тағы айтты. Әкесі есіңді жи, жасаған қателігіңді мойныңмен көтересің деп ашуланып шығып кетті. Мен босанғаннан кейін әйелдерде күйзеліс болады дегенді білуші едім. Есін жияр, сабасына түсер деп үндемей баласымен оңаша қалдырып шығып кеттім. Аналық сезім оянар деп үміттеніп жүрдік. Алайда өкінішке орай олай болмады. Сосын балаға арнайы каша бере бастадым. Немереміздің кіндігі түскен соң анаммен хабарласып, ақыл кеңес алып, нәрестені тұзды суға жақсылап шомылдырдым. Қызым сол күйі баласына деген аналық мейірімі оянбай, баласына қарамай қойды. Сонымен не керек, жұмыстан шықтым. Бала күтімін толық мойныма алдым. Бар мейіріміммен, ынта ықыласыммен баланы бауырыма бастым. Түнде де жаныма алып жататын болдым. Кішкентайдың жұпар иісін құшарлана иіскеп, мейірлене мауқымды басатынмын. Аяқ қолы кішкентай тәп-тәтті еді. Қызыма таң қалатынмын. Аналық махаббат деген қайда? Сәбидің не жазығы бар еді деймін. Ата-анасының қателігі үшін бала жауап бермейді ғой. Үйдегі жағдайдың барлығын күйеуім көріп біліп жүрді. Алайда үндемейтін. Не болса да бәрі ішінде еді. Осылай жүріп қырқымыздан да шықтық. Бөкең екеуміз кішкентайымызды шомылдырып, шашын, тырнағын алдық. Ол ет алып адамға ұқсай бастады. Bir күні күйеуім қызын отырғызып қойып, салмақты түрде сөйлесті. Қызым, сен осылай жүре бересің бе? Өз балаңа неге қарамайсың? Оған қашанғы тәтең, мені тәте дейтін қызым. Тәтең қарайды. Оның анасы ол емес, сенсің ғой. Үндемей ішімдегіні тап дегендей терезеге қарап отырасың да қоясың. Жалпы не ойлап жүрсің өзі, деп еді. Қызым үндемей біраз отырды да, папа, мен оны қарай алмаймын, баға да алмаймын, тәрбиелей де алмаймын. Мен ана болуға дайын емес едім. Амал жоқ тудым. Мен оқуымды жалғастырғым келеді. Карьера қуғым келеді. Осы баланы тәтем екеуіңіз бағып алыңыздаршы. Сіздердің балаларыңыз болсын. Менікі деп ешқашан айтпаймын. Сіздерді әкем шешем деп білсін. Толыққанды отбасы болсын. Мені қинамашы деп жылап жіберді. Күйеуім екеуміз бір-бірімізге қарап не дерімізді де білмей қалдық. Bir кезде әкесі бәсең дауыспен қызына қарап, кейін өкініп қалмайсың ба, деп еді. Қызы, жоқ, ешқашан өкінбеймін. Мен о бастан-ақ осының барлығын ойлап жүргенмін. Бұл баланы да амалымның жоқтығынан дүниеге әкелдім.
Мен оңбай қателестім, әке, мені кешіріңіздер деп бетін басып жылап бөлмесіне кіріп кетті. Сонымен бұл тақырып бір жола жабылды. Баланы толыққанды мен қарайтын болып, бар жауапкершілікті өз мойныма алдым. Бұл енді менің балам, өзім бағып өзім өсіремін дедім. Күйеуім қызымыздың оқуын Астанаға ауыстырды. Қызымен бірге барып нағашыларына табыстап орналастырып келді. Осылай мен 34 жасымда аяқ асты апа да, ана да атандым. Кетерінде қызым шіркін баласына қарамады да, бетінен сүймеді де, бейне бір қуыршағын маған ойнауға бере салғандай тастап кете берді. Оған не дейін, қош айтысып қала бердік. Дегенмен мен бақытты едім. Күйеуім екеуміз күнде кешке Есенсай өзенінің бойына баламызды арбаға салып алып серуендейміз. Үйге келіп кешкі ас ішеміз. Кішкентайды шомылдырып ұйықтатамыз. Сосын екеуміз шай ішіп әңгімелесіп отырамыз. Уақыт өте бір-бірімізге бауыр басып үйренісіп кеттік. Тіпті мен оны жақсы көріп кеттім. Ол да мені аппағым, сұлуым деп еркелететін болды. Аллаға осы Бөкеңді жолықтырғанына шексіз риза едім. Әрбір істің қайыры болады демекші. Менің сонша қиналғаным, бірінші некемнің сәтсіз аяқталғаны, бала сүю арманым, осының бәрінің қайырлысы осы Бөкең болды. Өзімді өмірге қайта келгендей сезіне бастадым. Алматыға ерте келген көктемнің табиғаты секілді, менің де бар болмысым, бүткіл организмім, жан таным, барлығы бүршік атып, тамырын жайып оянғандай күй кештім. Күн санап кішкентайымыз да өсіп келе жатты. Бетімізге қарап күлетін болды. Беті томпиып, қасы қалыңдап, Бөкеңе ұқсап бара жатқандай еді. Ол да ұлына қарап дән риза. Аллаға шүкір, қыздарым бар ғой, бірақ жүрек түкпірінде ұлым болса деп армандайтынмын дейді. Міне енді ұлым да бар, шүкір дейді. Арада біраз уақыт өткеннен кейін 3 айдан соң кішкентайымыз жасына толады. Соған орай ата-анамды, інімді, келінім мен үлкен қызды шақырып атап өтсек деп ниет еттік. Үйге бір жеңіл жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Барлық жерді жиып теріп, ақтап, сырлап дегендей. Көктем әсер етті ме, мен тез шаршап қала беретін болдым. Мазам қаша берді. Басым ауырып ұйқы қыса берді. Мұнымды Бөкең де байқап жүр екен. Сенің соңғы кездері мазаң болмай жүр ғой, дәрігерге қаралсаң қайтеді деді. Мен көктем әсер етіп жатқан болар, осындай уақытта авитаминоз деген болады ғой, сондай шығар деп қоя салдым. Сөйтсем Бөкең кішкентайдың қасына жатып аздап демалып алсаңшы, түскі асқа сырттан дайын тамақ ала келемін деді. Мен басымды зеп баламның қасына жаная кеттім. Біраздан бері осындай күйдемін. Өткен айдан бастап етек кірімде келмей қалды. Осы менде бала тумағаннан климакс басталып кеткен жоқ па екен деп ойланып кеттім. Ұйқым қашып кетті. Телефонды алып емханаға әйелдер дәрігеріне ертесі күнге дәрігерге жазылдым. Бөкең келген соң ақылдасып ертесіне емханаға бардық. Бірінші анализ тапсырып, нәтиже шыққан соң дәрігерге кірдім. Жағдайымды түсіндірдім. Дәрігер менің анализдерімді қарап шықты. Сөйтіп маған қарап жымиды да, жап-жассыз, сізде қайдағы климакс, аяғыңыз ауыр деді. Мұны естігенде мен өз құлағыма өзім сенбей, не дедіңіз деп таң қалып қайта сұрадым. Сөйтсем дәрігер, сіздің аяғыңыз ауыр, төменгі қабаттағы үзүйге түсіп тіркеуге тұрыңыз дейді. Мен болсам сол отырған жерімде орнымнан тұра алмай қалдым. Бұл мүмкін емес, маған бедеусің деген диагноз қойылған десем, дәрігер үзүйге түсіп келіңізші деді. Жүрегім лүпілдеп астыңғы қабатқа түстім. Үзүйдің кабинетіне бардым. Дәрігердің жолдамасын бердім. Дәрігер ішіме гел жағып қарап жатыр. Тынысым тоқтап қалғандай. Қасындағы көмекшісіне бірдемелерді жаздырып, заключение 9-10 неделя беремін деді. Өз құлағыма өзім сенбей селкілдеп жылап жібердім. Сөйтіп едім, үзүй дәрігері таңдана маған қарап, сізге не болды дейді. Медбике екеуі шошып кетіпті. Мен болсам қуаныштың көз жасы ғой деп егіле жылап, қолыма үзүй нәтижесінің қағазын алып жылап отырып бірнеше рет қарап шықтым.
Жүрегімнің астында сәбиімді көтеріп жүргеніме көзім жетіп тұрса да, қайтадан жоғары көтеріліп дәрігерге кірдім. УЗИ-дің қорытындысын бердім. Ол қарады да, айттым ғой сізге, аяғыңыз ауыр, 9-10 апта болып қалған. Құтты болсын, бедеу деген диагнозыңыз бір қателік шығар деді. Мұны естіп көз жасымды тия алар емеспін. Дәрігер менің бұл күйіме қарап, су беріп, ақыл кеңесін айтып жатыр. Уайымдамаңыз, баланың дамуы барлығы қалыпты. Дамып келе жатыр. Енді кешіктірмей тіркеуге тұрыңыз деп шығарып салды. Емханадан шықсам, Бөкең аулада баланы арбаға салып, тербетіп отыр екен. Мені көріп орнынан тұрды. Бала ұйықтап қалды, бәрі жақсы ма? Дәрігер не дейді? Сен жылағансың ба? Тыныштық па, не болды? Деп сұрақтың астына алып жатыр. Мен Бөкеңді құшақтай алдым. Ол да мені құшақтап, шашымнан сипап жатыр. Қолына УЗИ-дің нәтижесінің қағазын бердім. Бөкең УЗИ-дің нәтижесін қайта-қайта қарады. Ол да мен секілді таңданып, сене алмай тұрған секілді. Бір кезде мені құшақтап, аппағым, сұлуым, Алла тағалама мыңда бір шүкір. Құдай қаласа сен де енді толыққанды ана бақытына ие боласың. Барлығы да жақсы болады, еш уайымдама, деп ол да көңілі босап кетті. Жанарына жас үйіріліп, қуаныштан мені құшақтап, бетімнен қайта-қайта сүйіп жатыр. Сол кездегі күйімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес еді. Бөкең ата-анаңа хабарласып, сүйінші сұрайық та деп еді. Мен қазірше ешкімге айтпай тұрайықшы. Бұйыртса жақында өздері келеді ғой, сол кезде айтармыз дедім. Осы сәтті қанша жыл күттім емес пе? Осы күйімне рахаттанып, ләззат алайыншы дедім. Қатты қуануға да қорықтым. Сонымен тіркеуге тұрдым. Анализдерімді тапсырып, ай сайын қабылдауға барамын. Токсикозым да жеңіл болды. Бөкең жегім келген қалағанымның барлығын әкеліп қоятын. Осылай жүргенде жаз келді. Кішкентай ұлымыздың туған күніне әкесі бір қой сойып дайындалдық. Өскеменнен ата-анам, інім отбасымен, үлкен қызымыз отбасымен келді. Менің кәдімгідей томпиып ішім шығып қалған еді. Ең алғаш үйге кіре салып, мені көргендегі ата-анам мен інімнің түрін көрсеңіздер ғой. Қуанғандарынан көздеріне жас келді. Қызым-ау, бұл күнге де жеттік-ау, аман есен босанып ал. Неге бірден айтпадыңдар деп ренжіп те алды. Алланың маған деген көзі түзу екен. Кеште болса бірден апа да, ана да атанып, бала да көтердім. Сөйтіп ұлымыздың туған күнін тойладық. Әкем ырымдап тұсауын кесті. Арқа-жарқа болып шүйіркелесіп 4 күн жатты туыстарым. Бөкең оларға Алматыны әбден қыдыртты. 3-ші күні ата-анам Алматының барахолкасына барып, қайтайық, алатын заттарымыз бар деп сонда кетті. Інім күйеуім мен соның жұмысына кетті. Біз келінім, үлкен қыз, күйеу бала мен мега ойын сауық орталығына барып, балаларды қыдыртып, пицца жеп келуге шықтық. Келінім үлкен қыз бен күйеу бала балаларын аттракциондарға біраз ойнатып келеміз деп сол жаққа кетті. Мен балам ұйықтап қалған соң, сол мега орталықтың ішіндегі пиццерияда оларды күтетін болып, сонда кеттім. Сенбі болғандықтан кісі көп екен. Бір бос стол тауып сол жерге жайғасып отырдым. Сусын ішіп, баламды тербетіп, телефон шықып отырғанмын. Бір кезде мына жер бос па деген таныс дауыстан селк ете қалдым. Жалт қарасам бұрынғы күйеуім тұр. Қасында шамасы 3-4 жасар кішкентай қара қыз бар. Жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Ол да маған қарап бір орында селтиіп тұрып қалды. Көзі төмен түсіп ішіме қарады. Жанымдағы коляскада ұйықтап жатқан балама қарады да, «Мадина, бұл сенбісің?» деді. Мен қапелімде сасып қалдым. Телефоным қолымнан тарс етіп жерге түсіп кетті. Тез еңкейіп ала қояйын дегенімде бұрынғы күйеуімде еңкейіп, телефонымды алып бермекші болғанда екеуміздің қолдарымыз бір-бірімізге тиіп кетті. Денемді тоқ ұрғандай дір ете қалдым. Сөйтіп едім, ол, саған еңкеуге болмайды ғой, ала ғой телефоныңды. Ешқандай зақым келмепті деп телефонымды қолыма ұстатты. Мен рахмет Сакош деп баяғыдай еркелетіп атайтындай айтыппын. Солай аузымнан шығып кетті. Мұныма өзім қатты қысылып қалдым. Сөйтіп едім, ол маған баяғыдай махаббатқа толы жанарымен қарап қалды. Аздап жүзі қызарып толқып кетті ме, даусында аздап діріл бар.
Осында отырсақ қарсы емессің бе? Жаныңда ешкім жоқ секілді ғой деп жан-жағына бір қарады да, мен рұқсат беріп үлгермей жанындағы қызын көтеріп орындыққа отырғызып, алдына пиццасы мен сусынын қойып, «Же ғой қызым» деді де маған қарап, «Қалың қалай?» деп сұрады. Мен даусым дірілдеп, «Шүкір жақсымын» дедім. Бір қалада болсақ та онымен кездеспейтін шығармын деп ойлайтынмын. Бірақ біздің ойлағанымыз бола бермейді екен. Бұл кездей соқтық па, әлде тағдыр ма білмедім. Бір кезде мынау менің қызым, демалыс күндері қызым екеуміз осында жиі келеміз. Сен мүлде өзгермепсің, керісінше сұлуланып кетіпсің, деп менен көзін алмай қарап отыр. Мен оның бетіне тіке қарай алар емеспін, қысылып отырмын. Біраздан кейін ғана өз-өзіме келе бастадым. Қал жағдай сұрасып, отбасымыз жайлы әңгімелестік. Осы кезде Сакошпен ескі бір таныстардай күйде болдым. Ол мен үшін қуанып отыр, мен ол үшін қуанышты едім. Бір кезде, «Неге мені тастап кеттің? Үйленгенім мен сені ұмытқан емеспін. Суретіңе қарап жиі еске алатынмын. Артыңнан іздеп баруға қаншама рет оқталдым. Бірақ мені тастап кетіп қалғаның есіме түсіп, ашуға бой алдырып ойымнан айнып қалатынмын. Оның үстіне әкем мен ағам есімді жиғыз бастан үйлендіріп жіберді. Бір жағы саған ашуланып, ерегісіп үйленіп кетіп едім. Тағдыр өз дегенін істеді. Сен енді көрмейтін шығармын деп ойлап едім дейді. Мен оны енді қозғамайықшы, енді оның барлығы өткен өміріміздің еңсесінде қалды. Қазір еш маңызы жоқ. Сенің бақыттың үшін кеттім. Қазір міне сенде отбасылы, балалы шағалысың. Менің де күйеуім балам бар. Бұйырса екіншімді босанамын. Өткенді ұмытып болашақпен өмір сүрейік. Осылай болды. Қайтеміз енді, аман болайық деп сөзімді аяқтадым. Ол да, әрине сен бақытты болсаң болды деп төмен қарап бір күрсініп қалды. Сөйтіп отырып біраз әңгімелестік. Бір кезде есік жақтан менікілер көрінді. Жан жақтарына қарап мені іздеп жатыр екен. Сакошқа, мен мұнда туыстарыммен бірге келіп едім. Олар балалар бөліміне кеткен болатын. Біраз отырып қалыппыз, олар да әне келе жатыр. Аман сау болып тұр. Енді тұрасың ба дегендей ишара білдірдім. Ол да туыстарым жаққа қарады да, жақсы онда, саған бақыт тілеймін, сәттілік тілеймін, қош бол деп қызын ертіп тұрып кетті. Артынан қарап отырып көз жанарым мен шығарып салдым. Сыртқа шыққан соң әйнекті қабырғадан қызын ойнатып, біраз бізге қарап тұрды да, қызын ертіп кетіп қалды. Сол бұрынғыдай тек кішкене толысыпты. Орысша возмужал дейді ғой. Оны көріп іштей бір түрлі көңілім құлазып кетті. Мен кеткеннен кейін күйеуім үйленіп, осы қызы 2-ге толған соң енем давлениеден қайтыс болыпты. Жаны жаннатта болғай. Туған анамдай болған жақсы кісі еді. Мұны естіп біраз көңілім түсіп қалды. Жер домалақ деген осы-ау. Күйеуім Алматыға көшеміз дегенде бірінші осы бұрынғы қайын жұртым мен күйеуімді көрмесем екен деп ойлап едім. Тағдыр екен, міне, арада қанша жыл салып оны да көрдім. Енді екеуміз 2 бөлек адам едік. Ол кездердің барлығы артта қалды. Бұрынғы сүйген жарымның ендігі өз отбасы, балалары бар. Менің де өз отбасым бар дегендей. Сөйтіп туыстарым мен пицца жеп біраз отырып үйге қайттық. Ертесінде барлығы жолға жиналып, бұйыртса босанғаныңда келеміз деп қош айтысып Өскеменге қайтты. Межелі уақытым жеткенде күз айында мен де босандым. Мен старая первородка деп, оның үстіне баламның кіндігі оралып, кесір тілігін жасады. Сөйтіп және ұлды болдық. Қуанышымызда шегі жоқ еді. Әсіресе мен ана атанғандағы сезімдерімді сөзбен айтып жеткізе алмас едім. Ата-анам бір қойын сойып, артынып-тартынып Алматыға келді. Інім, қызымыз барлығы келіп 5 күннен соң перзентханадан шығарып алды. Алланың құдіреті шексіз екен. Оған көзім жетті. Мен бақыттымын. Ана болу бақытын сезіну деген қандай ғанибет.